Жақсы. Көңіл-күйіңіз қалай? Бүгін жауабыңызды айтуға дайынсыз? Иә, дайынмын. Бұйырса, міндетті түрде эфирді көріңіздер, эфирде еститін боламыз. Сәтдәулетке жауабым Айдананың. Бүгін мен мынандай сұрақ қойып жатырмын. Негізі кездесу болыпты, иә? Иә, кеше болды. Ұнады ма сізге? Жақсы болды, иә, сөйлестік. Сөйлесе алдыңыз. Мен басын ашып деймін. Жайт, оны бәрін толығырақ эфирде. Сәтдәулет, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, алла. Бүгін жауап естуге дайынсыз ба? Қызымыз дайын жауабын дейді. Дайынмын. Қандай жауап болса да қабылдайсыз? Әрине. Бүгін мен мынандай сұрақ қойып жатырмын. Сіздің келіншегіңіз, балалардың атын мен қоям десем, есім қойғызасыз ба десе? Қойғызам. Сол Қоя өзін. біріншінен бастап па әлде қалай? Біріншісін мамам қояды ғой, одан кейін. Одан кейін екіншісінен бастап? Қалғандары өздерін. Неге? Енді көрін. Бізде міне эфирде бірінші қайырлы таң бәріне. Алла, историяны құрта салы сән қойшы. В общем, достар, бізде эфирде қоя тұрыңызшы. Біздің эфирде бізде Аяз ата бар, Бөжеке деген. Анау мынау емес, неге Аяз ата десеңіздер, қараңызшы. Бізде осындай вообще қосақ тарихында болмаған ғой, тамақ ашты. Магазинға барып не алайын деп звондайды ғой. Кайф, иә? Сол бізге биляшын әкепті, бірақ ақшасын алып алады. Ақеркеден алмайды. Ақеркеден алады, мен алмайды деп. Екеумізден де алмайды, по идее, өтірік айтып жатырмын. В общем, осындай. Мен маған тамақ адам берсе, бітті ғой, соның сөзін сөйлеп. Бізде шаш. Енді шашымда енді слишком әдемі болған соң, соны басқашаға өзгертші, онша емес қылып жаса деп. Соны онша емес қылып шаш жасап отырық қазір. Шымкентке келсем қайтқым келмейді бар ғой, өзімнің туған жерім ғой, туып өскен. Ауылда жүрген жерім да. Тайраң. Алматыға барсам, шәл мысықта болып қалатын бар енді. Жетімдеу болып па, кішкене. Ой, бүгін сұмдық болайын деп тұр. Азандағы теманы айтатын болсам, вождениеден құлап қалдым. Бір жағынан күлкім кеп тұр. Представляете, машинаны дерзкий айдайсың, бірақ вождениеден барып қадалып қаласың. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қайырлы түн, қайырлы кеш. В общем, сторисқа шықпаған себебі біз контентқа не түсіреміз, не істейміз деп ойластырып, үйтіп жиналып, осындай уақыт болды. Енді магазинге кетіп бара жатқан жайымыз бар. Қазір керекті заттар алу үшін. Арттан осылар, осы екеуінен шығады контент бізде. Диас басты рөлдерде Жан-Клод қандай еді? Ван Дам, Муфаса, Симба. Симба емес қой, Сабзира ме еді, кім еді? Ойбай, сіз кім олса? Кім еді? Әйел аты кім еді, Муфасаның? Серебро емес. Сараби. Және де құттықтай кетіңіздер, достар. Баннан шықтым, в общем. Банға кіріп кеткенімге бір 4-5 ай болып еді. Теневой бан дейма, сондай бірдеңе. Баннан шықтық, бірақ та әлі прямой эфир ашылмай жатыр менде. Күн қалайсыздар? Біз үшін қалаға шығып, үйге үшін мебель алуға кірісіп жатырмыз. То есть заказ беруге енді. Сөйтіп Арматаға келгенбіз. Сөйтіп баламызды көтеріп келіп, енді мебель қарайық деп жатсақ. Қарасыз, ағамның ұйықтап жатсын қарасыз. Сатылатын мебельді. Сондай